бір тойдың есін кестік қойдым, екеуіңді $500 давай дейді ғой. А мен всегда айтамын, мен жүргізейін тойды, бірақ менде выходқа жоқпын мен. Ана кеше Ақтауға келгенде оққаным кайф кетті ғой деді да. Әдемі кетті. Сонда жатып оқитын деп. Өтем екен де өтеді деді да. Ауыл уже ақшасын алып қойған ғой. Бізге $500 шығарып беріпті. Қанат айтты, сен басында выступать ете бер. Мен Ақшұқыр деген жерге тағы да бір выходқа барып келем. Содан кейін сен келгенде мен выступать етемін деді. Сол кезде Керменбаевты бірінші рет көріп тұрмын тойда. Шығамын да, Қайрат Әділгерейұлы дейді да. Мен ассалаумағалейкум, баяғыда ауылда білесіздер ме, әжелеріміз ауырып жататын еді ғой. 500 адам каша болып отыр той. Кашаның кашасы ғой. Ынсаяқтар, қашан соқтыру әңгіме 500 адам еще. Қаланың сыртында болып отыр, Маңғышлақта тойхана. Сол кезде білесіздер ме, әжеміз шақырған кезде өтірік ауырып жататын еді ғой. Мұрат деп кәдімгідей осындай кілемнің үстінде жатыр. Тойдың үстінде. Мұрат, Мұрат деп көзімді сәл көзімді түсіп кетіп еді. Екі аяқ киім кетіп баратыр ғой былай қарай. Алдынан төрт аяқ кетіп баратыр. Атырмын, ойлашы, 500 адам шулап атыр. Сөйтіп что-то басын сәл көтеріп қалсам, ешкім қарап атқан жоқ қой маған, прикинь. Ан жақта әйел адамдар былай кетіп баратыр, еркектер былай. Орнынан аттым да, денсаулықтарың мықты болсын дедім да кетіп қалдым. 4 минут болған жоқ қой выступать етіп.